Қайырлы күн. Бүгін сіздерге жақсы бір пирогтың жасауын көрсетемін. Ол үшін бізге 3 жұмыртқа керек. Осылай миксерлеп аласыздар. 3 жұмыртқамызды әбден араластырып аламыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Енді ол заттар қанша көлемде керек екенін описаниеге жазып кетемін, содан аласыздар. Мінекей қант. Бұл жерде барлық затты да, мысалға, бұған сметана қосамыз, сары май қосамыз, жұмыртқа барлығы да үй температурасында жылы болып тұру керек. Сонда пирогтарыңыз жақсы шығады. Қантты әбден араластырып езіп аламыз. Енді бөлме температурасындағы майымызды саламыз. Май өздеріңіз көріп тұрғандай жұп-жұмсақ. Енді осында миксерімізбен шайқап аламыз. Мінекей, майымызды қосып алдық. Енді осыған 2 ас қасық қаймағымызды қосып аламыз. Қаймақ енді 15-20% бола береді. Қаймағымызды қосып, бұны да жақсылап былғап аламыз. Одан кейін електен өткен ұнымызға арнайы қопсытқышымызды салып дайындап қойған, міне. Соны қосып жіберемін, қасықпен былғаймын қазір. Өте сұйық емес, құйылау масса шығады. Әбден ұнды араластырып былғап аламыз. Мінекей, осындай қоспамыз дайын болды. Енді қазір бетіне салмасын жасау үшін бізге сүзбе қажет. Бұл сүзбеге қант саламыз. Мінекей, үлкен ас қасықпен 3 қасық қант салдым. Және бізге жүгері крахмалы керек. Осы жүгері крахмалынан 1 ас қасық қосасыздар. Және 2 ас қасық қаймағымызды қосып жібереміз. 2 ас қасық қаймағымызды қосқаннан кейін блендермен езіп аламыз. Барлығын жақсылап тұрып езіп аламыз. Әбден. Әбден жақсылап езіп алғаннан кейін ары қарай газға салуға пісіруге дайындаймыз. Мінекей. Мінекей, езіп болдық. Осындай қоймалжың қою масса шықты. Енді осыны жұқа салафанға алып салап аламыз шыққан қоспамызды. Мінекей, қоспамыз қойдық. Енді 22-24 диаметрі сондай тапаға салып пісірсеңіздер болады. Мінекей, дайындап қойған
қамырымызды тапама құйып жатырмын. Енді осыны бір кетіп жайып аламыз. Алдын ала тапамды пергамент қағазымды төсеп дайындап қойдым. Енді осының үстіне қоспамды жайып шығатын боламын. Мінекей. Ұшын кесіп қоясыздар. Ұзынша собық етіп осылай салафанымызды қыса отырып, дайын қоспамызды осылай бірге етіп түсіреміз. Бетіне жағып алдым. Енді осы жан жағына айналдырып, қайтадан осы қоспамды айналдырып жағып шығамын. Кейбір жұқа жағылған жерлеріне мен қайталап жағып жатырмын. Жұқарып қалған жерлер. Сөйтіп жағып шығасыздар. Енді осы дайын болған пирогымызды 150 градуста 45-50 минут қойып пісіріп аласыздар. Піскеннен кейін арнайы зубочисткамен піскенін көріп, шұқып, көресіздер, піскеннен кейін аласыздар. Шаймен ұсынасыздар содан кейін. Жалпы сіздерге де ұнайды деген ойдамын. Өте нәзік, дәмі сондай керемет шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Барлықтарыңызда қолдарыңыздан келеді. Менің каналымдағы осы рецепттер ұнап жатса, менің каналыма тіркеліп лайк басып кетіңіздер. Сіздерден қолдау күтем. Неке. Пирогымыз дайын. Кішкене салқындағаннан кейін дастарханымызға ұсына береміз. Шай ішуге өте дәмді. Осындай керемет пирог шықты. Ас болсын.